Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы. Студияда Азизбек Өткелбаев. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге өткен тәулікте қаламызда орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Жас шамасы 10 жасар бала тәртіп сақшыларының назарына ілікті. Ол бейнекамераға кездейсоқ түсіп қалған. Сөйтіп жасөспірім Абай аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Тәртіп сақшылары не себепті оның жеке басын анықтап, мән жайды білгісі келді екен. Толығырақ келесі бейнематериалда. Түнгі уақытта жалғыз өзі жүрген мына бала тәртіп сақшыларының көзінен тасы болмады. Темірлан тас жолының бойында оның не істеп жүргенін білу үшін полицейлер дереу сұрастыру жұмыстарына кірісті. Сөйтсе, жасөспірім әжесінің үйіне қонаққа келген екен. Асарда тұрасың ба, Асқат? Иә. Айтса, Асарда тұрғанымды. Қаншасы жығасы оқисың, Асқат? 5-ке өттің ба? Үйің тауып бара аласың ба? А? Нағып жүрсің түн жанында, көшеде. Кім үйіне келдің жақпа? Әжеңнің үйіне? Номерін білесің ба? Әжеңнің үйінің телефон білесің ба? Іздеп атқан жан әжелеріңмен сен. Тәртіп сақшылары бүлдіршінді Абай полиция бөліміне жеткізіп, ата-анасының кім және қайда екені анықтауға кірісті. Өз кезегінде бала не себептен түнгі уақытта жалғыз жүргенін білуге тырысты. Тағы да көлік апаты тіркелді. Оқиға Таукехан мен Бауыржан Момышұлы көшелерінің қиылысында алған. Куәгерлердің айтуынша такси көлігінің жүргізушісі ара қашықтықты сақтамаған. Салдарынан алдындағы көлікке соқтығысқан. Жағдайдың немен аяқталғаны келесі алдағы топтамада. Көлік апаты түнгі сағат 3-тер шамасында қаламыздың орталық көшелерінде орын алған. Жылдамдықты арттырып, ара қашықтықты сақтамаған такси жүргізушісі алдында тұрған Audi автокөлігінің артына соқтығысқан. Ал куәгерлер оқиғаны былай түсіндіріп берді. Жасылда тұрғанның артынан келіп кетті. Сен артынан келіп көрдің ба? Сен қызылда тұрған бе еді? Жасылда тұрмын, жасылда. Жол көлік апатын анықтайтын топ кінәлі жүргізушіні анықтау жұмыстарын жүргізді. Апатта зардап шеккендер жоқ. Жіктер, скорый керек емес па, мына жерің қан ба? Может, қорықпаған шығарсың? Жо, бәрі. Анықтау жұмыстары барысында кінәлі жүргізуші оңай жауапкершіліктен құтылмайды. Қомақты сомадағы айыппұлдар мен материалдық шығындарды өтеуден бөлек, жүргізуші куәлігінен айырылуы әбден мүмкін. Көлікті ешбір құжатсыз басқарып, ережені өрескел бұзу оқиғасы қатарынан тіркелді. Оқыс жағдай Ташкент тас жолы бойында көрініс тапты. Заң бойынша ұмытшақ жүргізуші тиісті жауапқа тартылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Белгіленген аумақта қызмет атқарған жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері мына BMW автокөлігін басқарған жүргізушіде өзімен бірге көлікті басқаруға ешқандай құжаттары болмаған. Сол себептен тәртіп сақшылары темір тұлпардың егесінен көліктің кілтін алып, айып тұрағына алып кетті. Не үшін бермей тұрсың? Заң қызметкерлері не үшін бағынбай тұрсың? Жоқ, мен өзіңді болса, дальше кетесің. Ең көрсетеймін. Kan жолда барма жоқ болса енді. Үйінде емес өзінің жоқ болса, өзінің бір қажы жоқ. Автокөліктің кілтін беріңізші маған. Мен сұрағам. Онда көрсетші. Онда берсек. Соған болашақ. Өзіңізден бірге жоқ. Ешқандай документ жоқ. Негізі документіңіз бар ма еді? Бар ма? Тақасудың бар ма? Страховка мыналар бар. Келесі оқиғада да жүргізуші темір тұлпарын құжатсыз тізгіндеген. Жүргізушінің айтуынша құжаттарды үйінде ұмытып кетіпті. Праваң қайда? Үйде права? Права үйде ма? Білесің ғой, машинада өзіңмен бірге болу керек. Үйде алып кеттің ұраны шалбарын қалтасың. Толық мойындайсың ғой кінәңді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері көлікті айып тұрағына жеткізетін болып шешті. Полиция қызметкерлері екі жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырып, көліктерін айып тұрағында қалдырды. Ал ұмытшақ жүргізушілер көлікті басқаруға арналған құжаттарынан айырылуы әбден мүмкін. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақыты аяқталды. Ал мен тек сіздерге бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленгенін естеріңізге салғым келеді. Амандықта жүздескенше сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.